Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге 10 минутта дайын болатын пирожкидің рецептін көрсеткім келіп отыр. Ең алдымен айран мен суды араластырып, оны кастрюльге құйып, қатты қыздырмай 50 градус шамасында ысытып аламыз. Осы аралықта жұмыртқамды араластырып аламын. Оған тұзын, шекерін салып, жұмыртқаны толықтай араластырамын. Отқа қыздырып алған айранның үстіне осы жұмыртқаны қосамын және оның үстіне ұнымды қосып, бәрін біркелкі болғанша араластырамын. Араластыруға оңай болу үшін үлкен табаққа аударып алдым. Бәрі біркелкі болғанша толықтай араластырып, 1 шай қасық ас содасын және сұйық майды қосып, тағы да араластырамын. Міне біздің қамырымыз қою болмай, осылай қоймалжың болып шығу керек. Енді осы қоймалжың болған қамырыма көк жуаны және де жұмыртқаны турап қосып араластырамын. Жұмыртқаны осылай кішкентай қылып, төртбұрышты қылып турап қосамыз. Міне барлық салмасын салып болып, енді біркелкі болғанша толықтай тағы да араластырамыз. Қызып тұрған табаға қасықпен құйып, екі жағы қызарғанша қуырып аламын. Міне біздің 10 минутта дайын болған пирожкиіміз. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, қолдауларыңызды көрсетіп отырыңыздар.